Кивиді Қытайдың солтүстігінде өсірген. Алғаш рет Жаңа Зеландияға 20 ғасырдың басында келді. Жеміске Жаңа Зеландияда тұратын кішкентай құстың аты берілген. Кивиді жаппай өсіретін мемлекеттер ақш, Италия, Франция, Жапония және Чили болып табылады. Достар, осы айдың соңына дейін 1000 оқырман жинауға көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, видеоларымды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс болып табылады. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын толықтай өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп, ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Құрамында серотонин көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат болып табылады. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт пен бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді болып табылады. Сонымен қатар, кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және ентікпеден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитокилиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға өте бай. Киви жүкті әйелдерге пайдалы. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Жүйке жүйесі үшін өте пайдалы. Кивидегі антиоксиданттар жүйке жүйесін нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, кивидегі А дәрумені көздің көру қабілетін жақсартады. Кивидегі С витамині көз ауруларының даму қаупін азайтады. Бүйрек үшін пайдалы. Кивидегі калий бүйрек тастарынан арылуға
және олардың қайта түзілуіне жол бермейді. Кивиді үнемі тұтыну зәр шығару жүйесінің жұмысын жақсартады. Тері үшін өте пайдалы. Киви теріге, шаш пен тырнаққа пайдалы. Күніне бір киви жесеңіз, сіз терінің икемділігіне, шаштың әдемілігіне және тырнақтың құрылымына жауап беретін кальций, А, Е және С дәрумендерін ала аласыз. Кивидегі фосфор мен темір теріні жас күйінде ұстап, ақ шаштың пайда болуын бәсеңдетеді.